Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрігерде. Тема нашего сегодняшнего урока у врача. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Аллергия, 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 аллергия. Анализ, талдау, анализ, анализ, талдау, анализ. Қан, кровь, қан, кровь. Баспа, ангина. Баспа, ангина. Ұйқысыздық, бессонница. Ұйқысыздық, бессонница. Ауру, болезнь. Ауру, болезнь. Көз, глаз. Көз, глаз. Бас, голова. Бас, голова. Тамақ, горло. Тамақ, горло. Кеуде, грудь. Кеуде, грудь. Қысым, давление. Қысым, давление. Төмен, низкий. Төмен, низкий. Жоғары, высокий. Жоғары, высокий. Іш, живот. Іш, живот. Ішім ауырып тұр. Болит живот. Ішім ауырып тұр. Болит живот. Асқазан, желудок. Асқазан, желудок. Жүрек, сердце. Жүрек, сердце. Жүрегім ауырып отыр. У меня боли в сердце. Жүрегім ауырып отыр. У меня боли в сердце. Жолдама, направление. Жолдама, направление. Дене, тело. Дене, тело. Жанама, әсер. Побочные эффекты. Жанама, әсер. Побочные эффекты. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Өтінем, келіңіз. Проходите, пожалуйста. Рахмет, дәрігер. Кеше асқазан ауырғанда ішетін дәріні қабылдап едім. Денем бөртіп кетті. Спасибо, доктор. У меня вчера был осып по всему телу после приема таблеток от боли в желудке. Сізге дәрі қабылдау үшін рецепт жаздым ба? Я выписал вам рецепт для приема таблеток. Я, мне. Да, вот он. Бұл өте күшті дәрі. Қабылдағаннан кейін басыңыз айналу, жүрегіңіз айну, тіпті денеңізде бөртпе шығу сияқты жанама әсер беруі мүмкін. Эти таблетки очень сильные. Они могут вызвать такие побочные эффекты, как головокружение, тошнота и даже сып. Күніне дәріні қандай мөлшерде қабылдадыңыз? Какую дозу вы принимали в день? 2 дәріден 2 таблетки. Сіз аллергия жоқ дедіңіз. Сосын не болды? Вы сказали, что у вас нет аллергии. Что случилось потом? Бірнеше күн бұрын мен күні бойы түшкіре бердім. Бірақ дәріні қабылдауды тоқтатпадым.
Просто несколько дней назад я чихала весь день, но продолжала принимать таблетки. Аллергиялық реакция кезінде бұл дәрілерді қабылдауға болмайды. Эти таблетки нельзя принимать при аллергической реакции. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.